Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз Ақжауынның соңғы бөлімін үйреніп, аяқтайтын боламыз. Ендеше мен сіздерге бірінші ойнап берейін. Бүгінгі үйренетін бөлікті. Сосын бастаймыз. Деп аяқтаймыз. Біз өткен бөлікте мына жерден аяқтаған болатынбыз. Деп аяқтадық та өткен видеода. Енді мына жерде біз былай істейміз. Бірінші саусақпен екінші пернеге шығамыз, жоғарғы шекке, үстіңгі шекті төмен ойымыз и іліп аламыз. Үстіңгі шекте былай болады. Сосын қайтадан орнына қоямыз да, екі рет жоғары ойнаймыз. Сосын екінші жоғары ойнағанда, мына бесінші пернеге басып қаламыз керек, мына саусақпен. Төмен іліп аламыз, қоямыз, жоғары басып қаламыз. Дәл осылай тек астында істейміз, одан кейін астыңғы ойнаймыз, іліп аламыз, тағы ойнаймыз, сосын үстін ойнаймыз да басып қаламыз. Астын ойнады, іліп аламыз, қайтып қоямыз, жоғары, үстін ойнаймыз, басып қаламыз. Екеуін қосамыз, үсті. Одан кейін төртінші пернеге түсеміз. Төртінші пернеге солай төмен ойнап, іліп аламыз. И жоғары ойнаймыз, үстіңгі шекті. И мына жақта жетімен басып қаламыз. Тағы да көрсейін. Төртінші пернеге ойнаймыз, іліп аламыз, қайтта ойнаймыз төртті. И үстін ойнаймыз, басып қаламыз. Мына жақта үстіңгі төртті жетіні бассақ болады, перне немесе екі бірге бассақ болады. Осыдан кейін мына жаққа шығып кетеміз. Ондай ойнаймыз. Бұл жерде жетінші перне, төмен ойнаймыз, іліп аламыз, қайтып қоямыз. Сосын 9 ойнаймыз да, іліп аламыз. 7, іліп аламыз, қайттан 7, сосын 9 ойнаймыз, іліп аламыз. Одан кейін 4 ойнаймыз, сосын қайттан 4 ойнаймыз, тапағанын қайтылаймыз. Қайттан ойнаймыз. То есть, былай отырып, бірінші былай. Екінші дәл солай. Енді барын қосайық. Одан кейін қайттан басын ойнаймыз, бірақ сосын өзгереді кішкене. Жалғасы өзгереді. Демесе, қайттан екіні ойнаймыз. Қайттан төрт ойнаймыз. И сосын бас жағын ойнаймыз. Басынан бастап барлығын тағы қосып ойнап берейін. Одан кейін біз 9-ға түсеміз. 9-шы пернеге үстімен бас бармақпен 7-ге барамыз. Бұл жерде былай ойнаймыз. Бұл жерде қараңыздар, 7-мен басып тұрмын. Если бас бармақпен бас алмай жатсаңыз, то есть мына үшеуін қоюға ыңғайсыз болып жатса, бірақ олай қою керек екен ғой. Былай бас бармақ 7-ге, 2-ні 7-ге, 9 7-ге. Осылай ұстау керек, 3 саусақты бірге. Басқаша болмайды. Астын ойнаймыз. И 9-ды іліп аламыз. Сосын қайттық қоямыз, 9 2 рет жоғары. Тағы ойнаймыз, іліп аламыз. То есть төмен іліп аламыз, қайтып қоямыз, жоғары, іліп аламыз.
Одан кейін үстіңгі шекке қоямыз. Астындағы үстіңге көтереміз де деп ойнаймыз. Бірінші екеуін бірге іліп аламыз, үстіңгісін қайтып қоямыз, үстіңгісін ойнаймыз, екі рет жоғары іліп аламыз. Екеуін қосамыз. Солай екі рет ойнаймыз. Одан кейін мынаны қайталаймыз. Екінші перне, төртінші перне, екінші перне, төртінші перне, одан кейін басынан кейін. Осылай бітеді. Одан кейін басындағыны қайталаймыз. Дәл соны қайталаймыз. Тек мына ойнамаймыз, осыны ойнамаймыз, сразу кетіп қаламыз. Қайтып көрейін мені. Тек басқа жақ. И басын ойнаймыз. Бұл жерде міне былай болып тұр. Сосын басып қаламыз, и потом күйді аяқтаймыз. Мінекей осылайша бүгінгі сабақта біз ақ жауынды толықтай аяқтадық. Өткен сабақтарда айтқандай, егер де шықпай жатса, бір бөлігі шықпай жатса, толықтай сіз сол бөліктегі екі нотаны, мысалы том дегенді бір сағат отырып шығарып алыңыздар, дұрыстап. Сосын барып келесіге барыңыздар. Әйтпесе шықпай жатып тастап кетсеңіз, ол әрі қарай қиындай береді. Жаңағыдай барлығын бір-бірімен қосып. Сол үшін бір бөлікті шығарып, екінші бөлікті шығарып, бір-бірімен қосып, үшінші бөлікті кішкене бөлігін шығарып алыңыз, тағы бір кішкене сөйтіп қосып, толықтай шығарасыздар. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік, және де келесі сабақтарда көріскенше.